қазіргі таңда ең тиімді құрал ол қолымыздағы телефон ішіндегі Instagram дейміз, TikTok дейміз, YouTube дейміз, Google дейміз, соған кіреміз. Әрине әсіресе жастарымыз қысқа ғана ойлау жүйесіне қалыптаспаған мына TikTok'тағы 20 секундтық, 30 секундтық видеоларды көреді. Бірақ ол видеолардың ішіндегі сөйлеп атқан адамның бұл қаяқтың адамы, бұл кімнің уағызын айтып жатыр, бұл Қазақстан мұсылман діни басқармасының өкілі ме, әлде шетелдік болған мән бермейді. Оған әсерлі, жағымды, өзінің эмоциясымен айтқан адам тыңдай береді. Бірақ ол адамды біз сұрастыра кезде, іс-шараларға барған кезде, біз бүкіл осы деструктивті діни ағымдардың бәрін айтып келеміз. Сол кезде айтады, мен осындай уағыз тыңдадым, соның ішінен домбырамды қарам дейді, ата-анаң намаз оқымаса тамағын жеуге болмайды деп айтты, музыка тыңдауға болмайды деп айтты, сол дұрыс па деп соңында барып айтады. Сол кезде біз түсіндіреміз оларға. Жалпы дәстүрлі ислам дінінде музыка тыңдауға, дәстүрді сақтауға, ата-ананы құрметтеуге шақырады. Және де заңның шеңберінде тіркелген діни бірлестіктер, әсіресе Қазақстан мұсылман діни басқармасының имамдарын ғана уағызын айтуға тыңдауға біз шақырамыз. Біздің де қазіргі басты міндетіміз мынау Жамбыл облысы әкімдігі дін істер басқармасы, дін проблемасын зерттеу орталығы қысқа ғана бейне роликтерді осы алгоритмге сәйкес интернетке сол бойынша салып жатырмыз. Қазіргі таңда бізде әулие-ата дін таныту бағдарламасы, рух подкасы, TikTok, дін проблемасын зерттеу орталығының деген сияқты парақшалар ашылып, қазақ халқының дәстүрлі діни танымы, деструктивті діни ағымдардың қоғамға зияны, олардың ерекшеліктері және де Қазақстан Республикасының діни қызмет, діни бірлестіктер туралы заңдарын осы қысқа роликтер арқылы таныстырып жатырмыз.